20 минут отырсаң шунгит комнатасында ойың жинақталып қалады кәдімгідей. Полат Сададинович, ассалаумағалейкум. Бір қысқаша мәлімет шунгит бөлме жайлы айтып жібересіз бе? Шунгит бөлмесі жайлы айтатын болсақ, бұл шунгиттің құрамында фуллериндер болады. Олардың негізгі үш қасиеті болады. Ол жаңағы өзіне жаман нәрселерді сіңдіріп алу, одан кейін барып зат алмасуды арттыратын және де антибактериалды қасиеті болады. Осы қасиет арқылы ол науқастардағы жаңағы кері отрицательный энергия дейміз ғой, сол отрицательный энергияны өзіне тартып алады. Және де зат алмасу, ол жаңағы баланың аппетитін, науқастардың аппетитін арттырады, жаңағы тамаққа деген тәбеті, одан кейін барып жаңағы аурулардың, мысалға тері ауруларының регенерациясы, қайта қалпына келуін тездетеді. Және де антибактериалды қасиеті, ол жаңағы қабынуды тез жазылуына көмектеседі. Және де мынау бізде тері ауруларында әсіресе сол жаралардың тез бітуіне антибактериалды әсер етеді. Тағы бір сондай бір сұрақ. Бір екі-үш мысалы бір келтіресіз бе балалардың емі алғаны, өзгерістер арнайы бір екі-үш мысалы? Келіп ем алып жатқан балалар мысалға емнің осы курстың соңында олар мысалға бізде осының жаңағыдай гиперактивный балалар дейді ғой, отырмайтын, тыныш емес. Содан кейін барып жаңағыдай балалар бір жерде отырмайды и получается ұйықтамайды, аз ұйықтайды. Содан кейін агрессивный болады, ашушаң болады. Вот емнің соңына қарай балалар тынышталады, және де емнің 4-5 күні ата-аналар айтады бізге, балалардың ұйқысы дұрысталды дейді. Одан кейін тамаққа деген тәбеті ашылды дейді. И балалар уже более спокойный болады, тыныштанған. И сондай әсерлері бар. Сосын бір мен байқағаным, қандай байланыс бар мына ата-ана, бала, мысалы әсер береді ғой, ата-анаға қандай әсер береді, үлкен кісілерге қандай әсер береді байқағаншасыз? Ата-аналармен байланыс, ата-аналардың балаларға деген жаңа айтып жатырмын ғой, уже екеуінің бір-бірімен қатынасында ол балалардың тынышталуына байланысты ата-аналардың да тынышталып қалуы. Өйткені балалар отырған кезде ата-аналар қасында отырады ғой. Тыныштық, уже үйдегі обстановка өзгерген, тыныш, шаршағандық басылған, и ұйқысы, соответственно, ұйқысы уже ұзағырақ болады ата-ананың өзінің. И жаңағы жұмысқа деген қабілетін артуы. И содан кейін тағы байқайтын нәрсе, бұл иммунитеттің жоғарылауы. Бала уже бұрынғыдай бізге келіп бір-екі курс алған уже ата-аналар айтады, балалардың ауырғандығы уже жаңа даже анау ОРВИ дейміз ғой, ОРВИ-дің өзі уже азайған, бала көп ауырмайды. Ең бірінші бөлме салған кезде, бір врачпен ақылдасқан кезде айтқан негізі ең біріншіден дейді, қаншама бүкіл Қазақстан бойынша Мұхтар Жақсыбаев деген главврач болған, бүкіл Қазақстанға келген балалар шыққан кезде 10-ші күні уже ауырмайды. ОРВИ, грипп деген вообще жоламайды ондай ауруларға. Өте маңызды дейді, келген балаларға ертең шыққан кезде олар да ауырмау керек та, үйге қайтқан кезде, чтобы сау жақсы немен қайту, сол кетіреді екен. ОРВИ, грипп, сондай ауруларды. Сол рахмет көп сізге. Тағы бір қандай әсер болса, өзіңіз былай пайдаланып көресіз мынау бөлмеге? Өзіңізге қандай әсер береді? Енді бізде бұл енді өзіміздің қол астымызда тұр ғой, былай алып қарағанда. Бірақ та бұның қандай керемет пайдасы барын біле тұра, енді жиі қолдана аламыз деп айта алмаймын. Мен өзім жұмыстан кейін болады бір айда бір, немесе 2 айда бір келіп 20 минут осы жерде отырып кететін бар. Өйткені кәдімгідей тыныштандырады и жұмысқа деген қабілет бір реттеліп қалады да, бір настрой қалай айтсақ болады екен, энергия береді и жаңағы ойыңды жинақтап аласың ғой. Осы 20 минут отырсаң шунгит комнатасында ойың жинақталып қалады кәдімгідей. Областной больницада ауруханаға кері байланыс алған кезде ата-аналар айтады, балалардың кәдімгідей визуализация дейді ғой, пландары, армандары ашылады екен осындай бөлмеге отырған кезде. Кәдімгі арман қойып, мақсатқа жететін жолдары табатын болып, визуализация ашылады адамда да. Сол көп рахмет сізге, Полат Сададинович, осылай жұмыстарыңыз осылай жарқырап ете берсін, осы халыққа, балаларға қызмет етіп аман жүре беріңіздер. Рахмет көп. Рахмет сіздерге де, үлкен рахмет.